Бюджетке артық төленген салықтар немесе төлемдер сомаларын есепке жатқызу туралы салықтық өтінішті ұсыну үшін салық төлеушінің кабинеті жүйесіне кіру қажет. Сайтта қолжетімді тәсілдердің бірі арқылы авторизациядан өтіңіз. Жеке кабинетке кіргеннен кейін құжат тапсыру бөлімін таңдау қажет. Іздеу жолында есепке жатқызу өтінішінің атауын енгізіп, тиісті құжатты ашыңыз. Ашылған салықтық өтініште өтініш беру себебін таңдап, есепке жатқызу тармағын белгілеп, төлем құжатының нөмірі мен күнін көрсету қажет. Бірінші бөлім қосылған құн салығы асып кету сомасын қайтару кезінде ғана толтырылады. Келесі батырмасын басқаннан кейін қосымшаны толтыру бөліміне өтеміз. Қосымшада жол қосу арқылы ашылған терезеде келесі деректер көрсетіледі: бюджеттік сыныптама коды, салық сомасы, мемлекеттік кірістер органының БСН-і. Деректер толтырылғаннан кейін қосылу батырмасын басу қажет. Екінші жолға келесі мәліметтер көрсетіледі: бюджеттік сыныптама коды, төлем сомасы, заңды тұлғаның немесе құрылымдық бөлімшенің БСН-і, мемлекеттік кірістер органының БСН-і. Есепке жатқызуды жүргізу үшін қосу батырмасын басыңыз. Келесі бетке өткеннен кейін салық төлеушінің жауапкершілігі бөлімінде қажетті мәліметтер толтырылады. Одан әрі жауапкершілік талаптарымен келісіміңізді растаңыз. Аудандық мемлекеттік кірістер басқармасын таңдап, құрастыру батырмасын басыңыз.